тәкең аузы басын шұқаптап кеткен. Иә. Көрдім, мен кімге қарыз берген, кімге ақша берген деп ойладым, болды еді, қайтпайды дедім ғой. Менің күнделігімде мен өзімнің қарыз болған адамдарымды да жазып жүрдім. Өйткені жазып, оны сызып жүрсеңіз, сіздің мысалы сол қарызды алдыңыз, қарыз адамыңыздың қарызын берген кезде, оны сызған кезде миыңызға команда барады. Вот мен мына қарызды жаптым. Красавчик, молодеспін деген сияқты. Сондай бір қарыз болған адамға 3.900.000 қарыз болған екен. Мұрат деген инвесторымызға қазір звондайық. Міне, Мұрат 4-ші ағым инвестор деп жазып қойғам. Мына жақта міне көрсеңіздер болады. Ашық түрде көздеріңізше звондағым. Қазір енді Мұратқа видео звонокпен звондайық. Так, 8:30 уақыт. Телефон алады. Ассалаумағалейкум. Қалыңыз қалай? Жағдай, денсаулығыңыз жақсы ма? Бала шағаңыз бәрі жақсы ма? Мына сізге 3.900.000 қарыз болған кезім есіңізде ма? Съемкада бәрін айтып жатырмын да, давайте міне қазір өзіміздің инвестор болған, сол кісіге ешқандай келісім жоқ. Звондайын да міне. Соң кейін сөйлесейік деп жатырмын да. Сіз камераға айтып беріңізші, қалай бар, солай жасырмай. Ана менің аузымның бәрі шық-шық болып кетіп, бір камерамен сізге анау немен жанында жолыққан кезіміз, қалай еді ана? Қалай еді? Гранд паркте, Гранд парктың стоянкасында. Сол кезде сіз ойладым дедіңіз ғой, ай болды, мына ақша қайтпайтын шығар, Талғаттан ақша мына қайтпайды деп. Соны мына көрермендерге және де біздің мына жас буын өкілдерге жаңағы осы қарыз туралы біраз ностальгия қылсақ, өйткені қарыз беруші мен қарыз алушының арасындағы қарым-қатынас туралы басқаларға бір сабақ болатындай кеңестер. Сіз неге бердіңіз мағам, не үшін сеніп бердіңіз, әйтпесе бірінші рет көрдіңіз сол кезде. Ұмытпаған екенсіз, блокнотыңыз өшпеген екен. Өшкен жоқ, бәрі тұр ғой, бұл тарих қой. Тәкең жанында 3 жігіт бар, алмасам. Салтанат дейтін азамат болды ғой, міне хан. Иә. Салтанатпен таныс едік, бауыр болып жүруші едік. Сол жігіт себепкер болып, сіз таныстырып, жақсы ұсыныс жасадыңыздар. Қалтада тұрған ақшаны құр тұрғанша айналымға жіберейік деп, костюм шалбар қатып алған. Машина деген құндық машиналар келді. Ой, мындай жігіттерге қалай бермейміз қарызды? Қарыз емес қой, инвестиция ғой енді ол. Иә. Қайтатын мәнім жоқ. Оның үстіне сол кезде бизнес тренингтердің бір енді тренд болып жатқан кез ғой. Иә, дұрыс айтасыз. Кездескен кезде тәкеңнің өзі бір бауыры болатын да бар ғой. Отказ жасау мүмкін болмай қалады да. Ойлануға мұрта болмай қалады. Соны бердік, не керек. Сөйтіп әне келеді ақша жоқ, міне келеді жоқ. Курстарыңызға барып қатысып қоямыз. Сосын тренингтеріңіз қатты жүрмеді ғой. Әне береді жоқ, міне береді жоқ. Сосын бір күні басында костюм шалбармен, джиппен, қатып, талтаңдап келген жігіттер бір күн Гранд парктен жоғалайық демей ма? Тәкең астында бір Камри, десятка ма, сондай, е? Иә, десятка ма. Сыртының бәрі краскасы көшіп кеткен. Иә. Алым, жұлым, тәкең аузы басын шұқаптап кеткен. Иә. Көрдім, мен кімге қарыз берген, кімге ақша берген деп ойладым, болды еді, қайтпайды дедім ғой. Бірақ сіз осы блокнотыңызды көрсеттіңіз ғой деймін, алмасам. Иә. Міне ақшаңыздың, сіз мұншалсыз тізімде тұрсыз. Бабылдағы ең бай адам дейтін кітап бар емес пе? Сода қарыз қайтару техникасы бойынша мен де оқып жүргем сол кезде. Сіз де соны айттыңыз, жаңылмасам. Бағана жақсы көріп оқыған кітабыңыз дедіңіз ғой, вот соны айтып жатыр как раз. Иә, бабылдағы ең бай адам деген мықты кітап қой енді. Сөйтіп менің статусым, мен қарап бақылап жүріңіз. Мен баяғыда машинамен айналысқам, қайтадан содан бастайын. Менің статусым бақылап жүріңіз дедіңіз, кеттіңіз содан. Ақырын қарап қоямыз, бір машина алып сатып, 2 болды. Одан мынау водник жақтан бір 4-5 машинадан басын бұрадыңыз, иә? Иә, айтпақшы. Арасында сабырсызданып, бір звондап қаламыз, ақша керек болады. Иә. Бір жолы тәкең бір сөз есі, мен осы сөзді айтып жүремін жігіттерге. Сіз бір айттыңыз ғой, мәке, мен сізге ақша қарызбын, бірақ адамгершілік қарыз емеспін дедіңіз ғой, есіңізде ме емес пе? Иә, есімде. Иә, мен ақша ғана қарызбын, артық кетпейік, жіберем ақшаңызды деп. Бұл содан кейін сендім ғой тәке.
Алла разы болсын. Кефо тұлпарды қалай көтердіңіз? Қаншама жұмыстар жасадыңыз? Азаматтық танытып, үйіңізге шақырып, шайыңызды беріп, дәміңізді беріп, мынау ақша емес, Давлатовтың қолынан келген ақша. Долясынан, долясынан. Доллар мынаны ырымдап алыңыз. Давлатов деген әлгідағы үлкен бизнесмендердің бірі ғой. Сөйтіп, тәкең қарызды көркем алды, көркем қайтарды ғой. Рахмет, Алла разы болсын. Алла разы болсын. Инстаграмыңызға қарап жүремін, тәке бақылап жүремін. Сол кезде бір айтқаныңыз бар еді. Мен де бір кейін алдыңа шығып бір көмегім жасаймын, сабырғаның рахмет деп. Кейін аузы жырда болдық. Сөйтіп кейін бір ақшадан қысылған кезде еске түсесіз ғой сөйтіп. Ұмытып қалыппын ба, соны айтпақшы. Тәкеге бір звондадым, WhatsApp-тан жаздым, мен қарбалас кезде Кефо тұлпардың кәдімгі ғарыштап жүріп тұрған кезі ғой енді. Мен оны ұмытып қалыппын. Өзіме жүріп тұрған кезде WhatsApp-та жаздым, тәке асылбайдым, қалайсыз, қалыңыз қалай? Осындай 1 миллион теңге керек еді. Үйге сойға керек болған ғой. Жаздым, болды, әңгіме жоқ. Кассаға барыңыз, айтып қойдым. Кассадан алып кет дедіңіз. Алып кеттім. Ол сұрағанда жоқ, бірақ 1-2 айдан кейін уақытынан бұрын жеткіздім. Рахмет, негізі сыйға сый дейді ғой. Сол кезде көмектестіңіз, осылай мен қайтадан звондап отырып бетім ашық болғаны, және де мен сол кезде айттым ғой, өзіме өзім серт бергенде бүкіл адамның қарызын қайтарып беремін. Мұны өмірде маған сенген адамдардың бәрінің қарызы қайтады дедім ғой. Бәрінің қарызы қайтады. Өйткені сізде бала шағаңыздың аузынан жырып бердіңіз ғой сол кезде. Жинап отырып, машина алам дедіңіз ба, бір машина алғалы жатқан ақшаңыз болған. Машина алам деп, машинаны алмай, бізге сеніп тапсырған ақшаңыз, ол қалай жоқ деп күйіп кету керек. Ол қалай, бизнес жүрмей қалды деп қалқалу керек. Соқтан Алла разы болсын, сол кезде келіп сеніп, аяғына дейін сабыр қылып шыдап, сіз арамызда өте осындай жақсы сыйлы жаңағы сезімдердің болғаны мен қуантады. Ол мотивация. Қазір мен мына қарап отырған, барлық жазылып отырған видеодағы ертең кітапта да бұл туралы жазылады. Алла разы болсын. Бұл көп адамға пайдалы болады. Басқа ешкімді айтпаймын. Азаматтық танытып, өзінің адамгершілігін танытқан, қалай көтерілді, бәрі алған ақ, жеткен таза жетістігі, өзінің таза еңбегі. Рахмет. Рахмет, өте керемет болды. Берекелі болсын. Әмин, рахмет. Алла разы болсын. Алла разы болсын. Осындай маған тағы да бір мотивация бердіңіз сіз бар ғой. Жүректі елжіреп кетті, өте керемет сезімде отырмын. Рахмет. Бұл мен ойлаймын көп адамға пайдалы болсын. Және де қарыз берушіден ешқашан қашпаңыздар. Қандай жағдайларыңызды барып айтып, оларға түсіндіретін болсаңыз, сізге беріп сенген адам сізге сол қарызды қайтаруға да мүмкіндік береді.